қаптаған армандардың біреуін таңдап алып, соңынан еріп, соңы немен біткенін баяндап берейін. Қаншама жылдар бойы мен өзімді іздедім. Бұл қашаннан бастап өзін жоғалтып алған деген ой келуі мүмкін ғой сізге. Мейлі. Мен армандаған нәрселер бұл өмірде тіпті басқаша екен. Кейде бостан-босқа армандап жата береміз. Сол арманның нақты жолына түссең, қойш, мынау арманың маған түк те пайдасы жоқ екен деген ой келеді. Менің резюмемде көрсетілмеген, мен 1 ай ғана жұмыс істеген бір жұмыс орны бар. Ол ателье. Мен бір ательемен келісіп, мені жұмысқа алыңызшы. Мен неше түрлі киім тігіп үйренгім келеді. Әйтеуір үйренсем болды деп. Бірақ болашақта өз жеке ательемді ашамын деген арам ой жылт еткен еді. Ол кезде мен шынымен де сол арманыма қатты сендім. Бірақ ол арманымның күл-талқанын шығарған менің жалақым болып шықты. Сол жылдары мен банктен жұмыстан шығып, арманыма бет бұрған сәтім еді. Банктегі жалақым мен ательеде 1 ай істеп тапқан жалақымның айырмасы қандай еді? Әрине, жер мен көктей. 1 айда күні бойы тын таппай істеген еңбегімнің жемісі 16.000 теңге ғана. Елестетіп көріңізші, 16.000 теңге. Сол ақшаны қолыма ұстатқан бойда еңіреп тұрып жыладым. Ателье ішіндегілер мені жұбатып әлек. Не болғанын түсінбейді. Шыны керек, сол кезде мен де өз-өзімді түсінбедім. Әйтеуір жыладым. Мен неге жылап тұрмын? Жыламауым керек, тоқтат! Деген ішкі дауысымда мені тоқтата алмады. Эмоциям тамағыма тығылып, жас деген атқылап сөйлей алмай, я больше не хочу здесь работать деп жылап тұрып сол сәтте айттым. Бұл ательеде жұмыс жасайтындардың көбісі орыстар еді. Бұндай арманның керек жоқ маған деген нақты бір шешім тұла бойыма тез-тез тарап жатты. Жасым күрт тыйылып, өз-өзіме келе бастадым. Көздегі бояу ағып, біреу сырттан көрсе, мынауың кім? Ателье ішінде отырған шахтер ма деп ойлап қалушы еді. Бұл кезде маған бәрібір болатын. Эмоциям жаспен бірге ағып кетіп, сабырлы күйге түсіп, арасында мұрынды тартып қойып, одан кейін деген кейбір дауыстармен заттарымды жинай бастаған болатынмын. Немене драма десейші. Қазірде қанша жыл өтсе де ішімде сондай драма куин бар. Бұл жағдай маған өмір бойына сабақ болды. Сенің ішкі түйсігің өзіңнің қандай ақша алуға дайын екеніңді сезеді. Өз-өзіңді іштей бағалайтын бір процесс бар екен. Дене бостан босқа өз энергиясын бергісі келмейді, құртқысы келмейді. Егер мен бірінші банкте жұмыс істемей, ательеге барсам, мен бұлай жыламаста едім. Бұл жерде менің миымда салыстыру фактісі орын алды. Все познается в сравнении. Осыдан кейін бұл арманның есігі жабылды. Кейін де өз-өзімді іздеуді қойдым дейсіздер ме? Жоқ, тек мен бір нәрсеге мән бермедім. Бұл жазу. Менің алғашқы күнделігім 7-ші сыныпта басталған. Содан бері міне әлі жазып келе жатырмын. Мән бермедім, дамытпадым. Бұл туралы ойыма да келмеді. Қандай керемет, қазір бізде Instagram бар, TikTok бар. Менің қаламымның ұшталғанын сіздердің реакцияларыңызға қарап біліп отырамын. Газет, журналдар болса, тіпті жолатпай қателіктерімді қызыл ала қылып бояп, айдай қылып көрсетіп бетіме басып, бұл арманың да күл-талқанын шығарушы еді. Бірақ ондай арман менде әлі жоқ. Бұл жай хобби, қызығушылық жолы болсын. Арманға жету жолы сол арманның өзінен қызығырақ болатын сияқты.